Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен past simple, яғни қарапайым өткен шақпен танысамыз. Соның ішінде was were, яғни өткен шақтың түбейімен танысатын боламыз. Жалпы past simple деген ол өтіп кеткен іс-әрекетті білдіреді, өтіп кеткен аяқталған іс-әрекетті. Бірақ біз қазір етістіктермен емес, біз сіздермен түбей етістігімен танысатын боламыз. Жалпы сіздер білесіздер, present simple'да am, is, are деген үш түбей бар. Сол үш түбей өткен шақта қалай жасалады? Яғни алғашқы am, is. Am, is бізде өткен шақта болады was. Және are деген түбей өткен шақта болады were. Енді осы түбейлермен танысайық. Мен сіздерге қазір мысал жазып көрсететін боламын. Мысалы, мен айтам, мен студентпін. Мен сіздерге қазір толық қысқартылған емес, толық жазып көрсетем. Мен студентпін. I am a student. I'm a student. Мен студентпін. Бұл осы шақта, енді бұны мен өзгертемін. Мен студент болғанмын. Яғни, am өзгереді өткен шақта was. I was a student. I was a student. Мен студент болғанмын. Келесі, үшінші жаққа, мысалы, Kate қайда дейік? Where is Kate? Where is Kate? Kate қайда? Немесе, енді дәл осы сұрақты өткен шаққа айналдырамыз. Kate кеше қайда болды? Where was Kate yesterday? Where was Kate yesterday? Кеше Kate қайда болды? Келесі, мысалы, сен кешіктің. You are late. You are late. Немесе, кеше сен кешіккенсің. You were late yesterday. You were late yesterday. Жалпы түбейлер осылай бізде өзгереді, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бізде бірінші болымды түрі. I am a student. I was a student. Where is Kate? Сұрақ. Where was Kate yesterday? You are late. You were late yesterday. Енді сіздерге қазір болымсыз түрін жасайын. Жалпы болымсыз біз қалай жасаймыз? Болымсыз осы түбеге нот жалғану арқылы жасалынады. Яғни жаңағы was түбейіне біз нот жалғаймыз және оны қысқартып біз wasn't деп жазамыз. Және were түбейіне тоже нот жалғаймыз және оны біз қысқартып weren't деп жазамыз. Weren't. Енді кеттік болымсыз. Мысалы, I'm not a doctor. I'm not a doctor. Мен дәрігер емеспін. Немесе мен дәрігер болған жоқпын. I wasn't a doctor. I wasn't a doctor. Келесі мысал, ол мектепте емес. He isn't at school. He isn't at school. Ол мектепте емес. Енді өткен шаққа айналдырайық, ол мектепте болған жоқ. Мысалы, өткен апта ол мектепте болған жоқ дейік. He wasn't at school. Өткен апта дейік. Last week. Келесі, олар осындай емес. They aren't here. Олар осындай емес. Енді айтайық, өткен апта олар осында болған жоқ. They went. Олар өткен апта осында болған. They went here last week. Жалпы болымсыз түрі бізде осылай жасалады.
Енді сұраулы түрге барайық. Сұрақ қойған кезде сөйлем бізде to be'ден басталады. Яғни was немесе were to be сөйлемнің басында тұрады. Мысалы, ол кешікті ма? Was she late? Ол кешікті ма? Енді жауап береміз. Я, ол кешікті. Yes, she was. Ал егер ол кешікпеді десек, no, she wasn't. No, she wasn't. Яғни бұл болымсыз жауап. Мысалы, сен кеше жұмыста болдың ба? Were you at work yesterday? Сен кеше жұмыста болдың ба? Were you at work yesterday? Мен айтам, я, мен болдым. Yes, I was. Немесе мен айтам, жоқ, мен болған жоқпын. No, I wasn't. No, I wasn't. Жоқ, мен болмадым. No, I wasn't. Және тағы да біреу, мысалы, олар вечеринкада болды ма? Were they at the party last month? Олар өткен айда вечеринкада болды ма? Сұрақ. Were they at the party last month? Айтамыз, я, олар болды. Yes, they were. Немесе олар болған жоқ. No, they weren't. Жалпы past simple'дың to be етістігі осылай жасалады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Егер ұнап жатса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі де қызықты видеолар күтіп тұр. Рахмет, сау болыңыздар.